Ассалаумағалейкум достар. Менің есімім Харун Қасенов. Достар, өте қатты. Әдемі суретті істеу үшін не істеу қажет? Мүмкін сізде камера керек шығар. Я болмаса сізде iPhone қажет. Мүмкін сізде белгілі бір салонға бару керек шығар. Жоқ достар, сізде олардың бәрі мүлдем қажет емес. Сізде мүмкін телефоныңыз өте арзан болар, но сіз оны мынандай суретті мынандай етіп монтаждай аласыз. Я болмаса мына суретті мынандай етіп монтаждай аласыз. Ол үшін сізде мына бағдарлама қажет. Ол үшін біз мынаны істейміз. Кеттік. Ал енді біз осы бағдарламаға өтеміз. Оның ішінде бізде бағдарлама ашылады. Плюс батырмасын басамыз. Все фотоны басамыз. Все фото. Әрі оның ішінде өзімізде керек фотоны тауып аламыз. Мысалы мен мына екі фотоны монтаж тағым келіп отырым. Үстінен басамын да ашылды. Ал енді біз бұл жерде немен істейміз? Достар, негізі маңызды нәрсе, сізде қандай фото бар, ол сол фотоның цветіне байланысты. Ал енді сіз бұл жерде мына батырманы басасыз, инструменты, оның ішінде мына батырманы басу керек. Ал енді біз не істейміз? Бұл жерде біз цветпен ойнатамыз. Біріншісін өзгертеміз, көбейтіп, азайтып. Енді бізде бұл жерде біріншіден жарықтың көбірек болғаны маңызды, бірақ сол үшін біз оны қатты нетіп емес, көбейтіп емес, бір 15-те қойсақ сол да жетеді. 13-15 болады. Контраст. Бұл не істейді? Бұл сіздің цветті ұшқындатады. Мысалы, міне 75-76 маған уже қынап жатыр. Ал енді четкость. Сіздің суретіңіздің сапасы ғой бұл ешқандай. Барлығын өзіңіздің көзіңізбен өзгертіп шығасыз. Азайтып, көбейтіп. Барлығын прям. Ал енді тек мына жақты мен ондай қатты көмес, но алтыға сызсам да жетеді. Цветті өзгертеміз. Цвет маған көп емес, но минус 65 болса, 60 болса да жетеді. 60. Көлеңке. Көптеу болған маңызды. Әрі температура. Енді оны маған бір 16-15 уже нормально. Все. Барлығын өзгерттім. Ал енді токе батырмасын басамын. Енді достар, бұл сізде бір табиғаттың суреті болса алатын ой, но сіз енді адамның суретін қалай өзгертесіз? Қазір мен сіздерге оны үйретемін. Сохранить батырмасын басамын. Все болды, суретім сақталды. Ал енді екінші фотоны өзгертем. Қазір екінші фотоны. Екінші фото бізде мысалы мынау менің суретім. Енді өздеріңізде көріп отқанда бұл жерде уже цветі өте аз болып отыр. Тағы да мынаны басам. Ал енді цветті ойнатамыз. Кеттік. Все, міне уже болды достар. Енді көздеріңізде көріп отырсыздар. Мынау міне бірінші видео, ал мынау екінші видео. Осындай фото сізде жасай аласыздар. Ол үшін сізде анық түстен белгілі бір суретіңіз болса болды. Сіз өзіңіз суретті монтаждап, әдемі фото етіп жасай аласыз. Ол үшін сізде тек қолдың мықтылығы керек. И все. Мына батырманы басып, сохранить батырмасын басамын. Сохранить в устройство. И все. Рахмет достар.